Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің Абайдың Жидебай Бөрлі мемлекеттік музей-қорығында Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласындағы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейінің елімнің мақтанышы Жұбановтар атты көрмесінің ашылуы өтті. Көрменің ашылу салтанатында алғашқы сөз Абай музейінің директоры, философ, әдебиеттанушы Тұрдықұл Шаңбайға берілді. Және де алыстан ат терлетіп Абай еліне келген ақтөбелік әріптестеріне Абай музейі тарапынан алғыс хат пен сыйлық берілді. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласындағы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық мұражайы Абай еліне келіп өзінің шарасын өткізгелі отыр. Шарамыздың мақсаты ағайынды Жұбановтардың ғылым мен білім саласында абайтанудағы еңбектерін насихаттау, өскелең ұрпаққа жеткізіп, және де екінші сол музей қорынан алынған бірқатар жәдігерлерден, яғни ол жәдігерлердің тізімінде ағайынды Жұбановтардың өзінің еңбектері, қолтаңбасы бар, тұтынған заттары, киген киімдері және шығармашылығына арналған фотосуреттердің топтамасынан жасалған жылжымалы көрмені көрермендер бүгін тамашалайды. Баяндамамның мақсаты ағайынды Жұбановтардың және олардың ұрпақтарының абайтанудағы еңбектерінің ерекшелігін паш етіп, жастарға айтып жеткізу. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейінің директоры Ұлболсын Мұхамбетова абайтанудағы Жұбановтардың еңбектерінің ерекшеліктері тақырыбында баяндама жасап, Ахмет Жұбановтың Ақшолпан, Көктем әндерін, Ғазиза Жұбанованың Жыр жазамын жүрегімнен атты аспаптық шығармаларын қобызда орындады. Балалығым үзілді. Күндер, қайтқан күндер, қайтқан қаздай тізілді. Абай музейінің директоры, философ, әдебиеттанушы Тұрдықұл Шаңбайдың сөзінше, бүгін Абай музейіне еліміздің батысындағы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейінен келген көрме біз үшін үлкен мәдени байланыс. Шындығында Құдайберген Жұбанов пен Ахмет Жұбанов сияқты қазақ өнері мен ғылымын әлемге танытқан тұлғалар адамзат тарихындағы сирек құбылыс. Жұбановтар өлетінде даңқты тұлғалардың жолын дамытқан Ғазиза, Асқар, Ажар Жұбановалар, Есет Жұбановтар еліміздің мақтанышы. Жұбановтар өлетінен Алан Бөрбаев сияқты қаншама дарындар шығып, еліміздің атын асқақтатып жүр. Жұбановтар әлемі қазақтың мақтанышы, сондай-ақ барлығының Абай даналығымен тікелей қатысы бар. Сондықтан да бүгінгі шара шын мағынасында шығыс пен батысты біріктіріп тұрған керемет мереке болды десек те артық айтқандық емес, дейді Абай музейінің директоры Тұрдықұл Шаңбай.